Баршаңызға сәлем достар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шпинаттан жасалынған мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Енді бізге ең бірінші керек болатын зат бұл шпинат. Шпинатты осылай тазалап ыдысқа салып алдым. Енді шпинатымызды 3-4 рет мұздай сумен шайып аламыз. Қайтадан шпинатты сумен толтырып, сірке суы 9% сірке суынан 6-7 ас қасықтай суға құямыз. Сол кезде шпинат таза болады. Арасында бізге көрінбейтін мусор, микробтар шығып кетеді. Тура осылай қойып қоямыз 15-20 минутқа. Одан кейін фаршымызды дайындаймыз. Мен алдын ала дайындап қойдым. Пияз турап қойдым, картоп турап, фаршты ыдысқа салып қойдым. Енді қамырын жасауға кірісеміз. Ол үшін біз шпинаттың жартысын осылай блендердің көмегімен согын шығарып аламыз. Үстіне кішкене су құямыз. Осылай еземіз. Міне шпинаттың согы шығып, бізге қажетті мөлшерде су дайын болды. Енді ұнды аламыз. Бір жұмыртқаны саламыз. Шпинаттың суын құямыз. Өздеріңіз жобамен көресіздер. Егер қамырыңызға су жетпей жатса, шпинаттың үстіне тағы да су құюға болады. Кәдімгі қара судан. Тұз салып, тұз дайындап алдым. Шпинаттың согын шығарған ыдысқа. И тағы да үстіне су құйып, қамырды жасадым. Қамырымыз да дайын болып қалды. Кішкене су жетіспейтін сияқты, сол үшін де су құйып жіберуге болады. Қамырымыз дайын болды. Енді кішкене уақытқа демалдырып қоямыз. Енді қалған шпинаттарымызды фаршқа турап саламыз. Көріп тұрғандарыңызды, мусордың бәрі суға шығып кетті. Шпинатты қанша қоссаңыз да өзіңіздің еркіңізде. Шпинаттан ешқандай бір қышқыл дәм, өзгеше дәм келмейді. Енді начинкамызға жарты кеседей шай кесесімен сұйық май құямыз, тұз саламыз, қара бұрыш салып араластырамыз. Осылай ортада қамырды тағы бір рет қайтарып қойдым. Мен қамыр жаятын столым кішкентелеу болғандықтан қамырды екіге бөліп алдым. Фаршымызды араластырып дайындап аламыз.
Endi qamirni jayuga kirishamiz. Neki qamirimiz da bizga kerakli jobada dayım bo'ldi. Қалғаны кәдімгі өзіміздің манты сияқты жасай бересіздер. Осылай төрт бұрышты кесіп алып, немесе өздеріңіздің еркілеріңізде ұйғырша түйсеңіздер де болады. Кімге қалай ыңғайлы солай жасаса болады. Mantılarımızды tüyіп алдық. Енді манталарымызды майлап, мантыларды тізіп шығамыз. Бетінде кішкене майлаймыз. Беті құрғақ болып қалмау үшін. Қырық 45 минутта пісіріп аламыз. Мантыларымыз да дайын болды. Витаминге өте бай. Қазіргі көктемнің күнінде адамға витамин өте қажет болады. Сол үшін жасап жерден ерінбеңіздер. Витамин жеп, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Роза.